Қазіргі таңда Петропавл ауыр машина жасау зауыты Қазақстандағы ең ірі кәсіпорындардың бірі. Зауытта бәсекеге қабілетті инновациялық өнімдерді шығаруда техникалық мамандар жұмылдырылған. Петропавл ауыр машина жасау зауытында Қазақстан Республикасының 25 жылдығына орай мерекелік іс-шара өтті. Салтанатты жиынға облыс әкімінің орынбасары Ратмир Ахметов та қатысты. Елбасы саясатының арқасында қазіргі таңда аяққа нық тұрып келе жатқан облыстағы ең ірі кәсіпорындардың біріне айналып отырмыз. Соның арқасында жоғары дәрежедегі өнімдерді шығарып, Қазақстанның көптеген өңірлерімен қарым-қатынас жасаймыз. Шетелдерге өз өнімдерімізді тасымалдап, сауда-саттық жасап отырамыз. Облыстың индустриалдық инновациялық даму деңгейі жоғарылау үстінде. Соның бір дәлелі Петропавл ауыр машина жасау зауытының аймақтағы көшбасшы кәсіпорындардың біріне айналды. Өндіріс орны халықаралық деңгейдегі жаңа техникалық базалармен қамтылған. Бұл мереке тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына тұспа-тұс келіп отыр. Осыған орай өңірдегі жоғары санаттағы зауыттардың бірі Петропавл ауыр машина жасау зауыты болып табылады. Жоғары білімді жұмыскерлерінің арқасында Қазақстанға танымал кәсіпорын. Алдағы уақытта зауытта қызмет атқарып жүрген қызметкерлерге жұмыста табыс, үлкен жетістіктер тілеймін. Мерекелік шара барысында Петропавл ауыр машина жасау зауытының басшылығы мен қызметкерлерінің көп жылдық және адал еңбегі елеусіз қалмады. Олар Солтүстік Қазақстан облысының әкімінің құрмет грамоталары және алғыс хаттарымен марапатталды. Мен бұл зауытта 1992 жылдан бері қызмет атқарып келемін. Сол уақыттың аралығында әртүрлі жұмыстар атқардым. Бүгін көп жылдық еңбегімнің арқасында марапат алып отырмын. Өте қуаныштымын. Бүгін облыс әкімінің атынан алғыс хат алғаныма өте қуаныштымын. Барлық қызметкерлерді бүгінгі марапаттауларымен шын жүректен құттықтаймын.